әр халықтың өзіндік салт санасы, елдік рухы алдымен оның тілінде таңбаланады. Тілдің мемлекеттік мәртебесін нығайтудың қазіргі таңдағы басты мүмкіндігі оның танымдық қызметін ашу, сол арқылы ұлттық құндылықтарды көрсету. Жылда боғжама бояушы едім жар-жарау, бір міндеттен құтылдым десін шешең жар-жарау. Осы жар-жардағы боғжама сөзі қыз жасауы салынатын тең деген мағынаны білдіреді. Севардиан боғжама сөзін көне түркілік боқ сөзінен өрбітіп, оған а және мақ жұрнақтарының қосылуымен жасалған байлау мағыналы етістік екенін көрсетеді. Академик Қайдаров бұл сөздің бірінші компонентін моңғол тіліндегі қоржын мағынасын білдіретін бокс сөзімен байланыстырады. Ал екінші компонентін парсы тілінің киім-кешек мағынасын білдіретін жама сөзімен байланыстырып, қыз жасауы деген мағынаны білдіреді дейді. Сонымен бірге моңғол тілінде бокс сөзімен түбірлес қалың мал, яғни күйеу жағынан қыз жағына беруге келіскен мал, дүние мағынасын білдіретін бокт сөзіне де кездеседі.